Юбилей телеканалында хаберлер студия Дельмаса Блакимова. Ассаляму алейкум. Вешімдікі дақаға бойле малюмат. Қырым ел басшысы Сергей Аксенов тіби әжеле ярдым қадемлеріні оларының Зенат байрамнен хайырлады. Бүгін Русия президенті емірінен тайынленген еді. Бұндан ғайры Ахмежетінің тіби әжеле ярдым станциясы 100 елік юбилейні қайт етті. Сергей Аксенов қайт етті ки екім, бана, емшіре ве айдавжылар өз вазифесіні жесаретлі бежерген инсанларыдыр. Олар ер вақыт ярдым көстермеге аздырлар. Бу федераль байрамдыр. Буны Владимир Владимирович қайдетті. Весіз, ағыр вақытта адамларға бірінші ярдымға келгенлерсіз. Сағлықнен бағлы әр шей сіздің қолыңызда. Сіз инсан жаныны құртармақ үшін алтын кебі қиметлі вақытны доғыры қоланасыз. Беңлерже адамларны құртарасыңыз. Құсусан бұл сене пандемия вақтында. Бір асырдан зияде бірінші сырада бүгін Русияда әжеле ярдым қадемлерінің күні қайт етілі. Ата тақвимде бұл байрам күні олғанына бақмадан олар ыратланмайлар. Ой Зенат байрамына тебейжелер қызмет боржына еда етелер ве жанларыны құртар алар. Диана Бекмамбетова девам ете. Алло, кавыльная 48, курсах ағыртысы, көбе грыжасы. Арекетлер алгоритмны энді эсберден білелер. Тамам bu арекетлер хастаны вейкімні бағлай. Меркези диспетчер хастаханесіне мұраджатны қабыл өткен сон бұл ел тамам бөле тізіле. Бұл плюслар яңы мұраджат демектір. Қырмызы олса бұл әжеле. Сары қабыл етілген демек. Емшіре харитада бош әжеле ярдым бригадасыны көзеті. Иш группасының йолу ве бұлынған ері ақында малюмат дайыма янартыла. Сы қалда инфаркт миокарда диагнозы ола. Егер паралич яда сыжақ юксек олса, бұл әжеле. Балаларының сыжағы көтеріле. Бригаданың екемі адресіле талонны алмаға ашықа йолда оларны азыр олған земаневи әжеле ярдым машинасы беклей. Реанимобиль машинасының içinde кардиомонитор, дефибриллятор атта вакуумлы матрас бар. Ерше земаневи стандартларға уйғын ве хастаның жаныны құртармақ мақсады қойыла. Подстанцияның уйкен екімі Сейт Абла Халилов бөле график бойынша 20 елдан зияде чалыша. Қырымға қайтмақтан әвелесе Өзбекистанда педиатр, яни бала екімі еді. Шымды яш сенадашларынан тежірибе пайлаша ве весиқаларынан чалыша. Адамға ярдым көстерілген соң, еңгілже ола, ве адам озы дәтіншілана. Ең саде мисал, бронхиаль астмасы олған қадынға етіп барған едік. Ярдым көстерілген соң, оның бірінші сөзлері бойле еді. Біз нефес аламыз ве атта бұақта түшінмейміз. Емде евде бала доғывында олдым. Баланың бірінші сесі тесюрат қалдыра. Тебейжелерінің күнделік іші ақында қатырлавлар топламына янылары қошыла. Айры ерде пандемия иле бағлы девар. Бірінші сынав холера. Егер біз ондан кешкен олсақ, демек азыр едік. Епсі емерлер бірден келді. Ерке саңлады. Қорчалав киімлеріні елді еттік ве чалышы башладық. Чүнки әжелі ярдым тамам бұл тарафтан айырыла. Біз әр шейге азыр олмалымыз. Бөле шар алтында тек Ахмеджетте 8 подстанцияда геже күндіз 52 бригада чалыша. Бір елда олар 250 bin геже чағыруға етіп баралар. Бұл чағырувлардан 3 binге яқыны инфаркт миокарда, 9 bin бұл кескін хирургия хасталықлары, 15 bin бұл яраланувлар, 2 bin қазалар. Бұл біз еле құртарылғанлар. Біз епсі қазаларны есапқа аламыз, ішіміз пек чоқ. Бұл сене Қырымда бірінші әжеле ярдым станциясының темелі қойылғанына 100 ел толды. Русияда әжеле тебе ярдым қадимның күні адетінже апрелінің 28 күні қайдатылы. Президентінің авалесі бойынша бүкін Зенат байрамы олды. Біз керекли шейлерден толысынен комплектация етілдік. Донатмалар, автопарк дайма яңартыла. Бұл ел президентінің федераль топлашуға мұражаатыны диққатнен діңледік. Анда башқа чәрелерден ғайры, иәлі аз олған ерлерге тахминен 5 bin машина йоланылачағы бізні қувандырды. Эвелке малюматқа көре ярымадаға 100-ге ақын яны машина етіп келечек. Айша Шулакова, Диана Бекмамбетова, Арсен Фукала, Милет үшін. Чечеклер, бақшышлар, вет тешекюр наме сөзлері, волонтерлар әжелі ярдым қадемлеріні оларының Зенат байрамен хайырладылар. Бұндан ғайры 100 елік юбилейні Қырым әжелі ярдым қызметі қайт етті. Бірінші саны подстанция Ахмеджетте ең бұйықтыр. Мұнда геже күндіз 12 бригада чалыша, бұл 200-ге яқын адам 17 әжелі ярдым машинасыдыр. Ағыр, месулиетлі ве хафлы иш демек мүмкін. Ама олар чалышалар, ве бүгін бізім епсі тебейжілерімізге, теби муэссеселерінің епсі қадимлеріне тешекурлер білдіреміз. Олар бүгін қырымлыларға, Ахмеджетлілерге пандемияны, бұл коронавирусны еңмек үшін ярдым көстерелер. Бүгін бұл ал бұтын дүнияны сарып алды.
Авто девамында COVID-19 хасталығы еле хастаханеге ятқызылған адамларының сайысы черектен зияде арты. Бұ ақта коронавирусқа қаршы әрекетлер бойынша брифингте сағлық сақлау назиры Александр Остапенко хабар етті. Ялтада койкалар сайысы артқанына себебінден майысының біріне ковид койкаларының фонды 2 бинден зияде олacak. Урметлі қырымлылар, мен енді адетін жериджа или мұражаат етем. Бірінші невбетте 60-тан кешкенлерге. Тевсие етілген стационар тедавилевден, госпитализациядан рет етмеңіз. Бүгінгі күнде Жұмхурет вакцинаның 217.852 дозасыны әлде етті. 151.687 адамға ашлама япылды. Олардан 76.518 кіші екінші санчыны яптырдылар. 96 вакцинация ноқтасы чалыша. Сонке сутка девамында 141 адам коронавирустан тедавиленді. Ковид хасталығы 99 кішіде таздықланды. Бұақта Қырым елбасшысы Сергей Аксенов үчтемағылардаки ресми сәйфелерінде білдірді. Умумен Қырымда пандемия башлағандан берлі 40 бинден зияде адам коронавирус юқма хасталығына оғырады, 37 бинден зияде хаста тедавиленді. Сутка девамында 5 кіші вефат етті. Бұтын девердейсе бұл 1204 адам олды. Эпидемияға қаршы тедбірлер кечірілігі девам ете. Сергей Аксенов жемат топланған ерлерде маскалар тақмаға ве 2 метрлік қавсызлық месафесіні тұтмаға әмерете. Сақ районын айрача қойынде Ласковый берег адлы пляжда қанонсыз иншаатлар демонтаж етілежек. Бұл ішіні тезлештірмек кереклігі ақында Қырым елбасшысы Сергей Аксенов авали етті. Ерлі сәкенлер пляжда ағачтан евчеклер тікленілгеніне қаршы чықтылар. Евелері комиссия бұл капитал иншаатлар олғаныны белгіледі. Оларның құрмаға арендаторының ағығы yok еді евелеріні не вақыт бозажақлары ақында Гүзел Мамбетова тариф ете. Лилия Семенова март айында кой пляжында ағачтан евчеклер құрылып башлағаныны абайлағанлардан бірі еді. О вақыт ерлі фальчилер ратсызланып башладылар ве бозывлар ақында хабер еттілер. Мен қавехане құрула деп беледім, қувандым. Сон бақам миксерлерні кетірелер. Барып бақсам анда енді 5 ев тура. Мен шаштым. Біз абаданлашу болғаныны істередік, ама бойледі гел. 4 ел евелсі Сақ районы тәреклі Қоңырат кой ерлешмесінің меморияты иш адамларнен пляж абаданлаштырылығы бойынша аңлашматызды. О вақыт қоланыжы ось эскиз лейхасыны тақдым етті. Анда евчеклер капитал құручылық дегеледі. Туневын прокуратура аңлашма мүдетлеріні яңыдан бақмаға қарар чықарды. Біз бүгін демонтаж етіп башлайжамыз, векі күнде бітірерміз. Иш чоқ дегіл. Ерлі фальчилер Акимованың фікіріне көре пляжлар абаданлаштырылығы канун бойынша кечірілмек керек. Табиат ландшафтны ве уникаль сайылны сақлап қалмақ эсаз вазифетір. Адалетлік еңер деген үмітіміз пейда олды. Біз табиатымызны бойле шелерден құртарып олырмыз ве иш адамларны бизнесі алып бармақнен табиатны севмеге үгретерміз. Пляжны кираға алғанға канонсыз иншаатларны бозмаға бір апталық мүддет берділер. Вазиетні Жұмхурет елбашчысы Сергей Аксенов незарет еті. Пляжда құрыжылық алып барғанлар епсі нормаларны бозды. Пляжда стационар олмаған тижарет объектлерні ерлештірді. Тижари ноқталар еріне о кичік мұсафырханелер ерлештірді. Аңлаштық ки, бүгін 2 саат ішінде оларны бозып башлайжақ. Идаре ара комиссия курорт мевсім башламаздан евел Сақ районында епсі пляжларының кануни олғаныны тешкережек. Мен команда бердім. Қанунсыз иншаатлар ерлештірілмесіні тешкермек керек. Олар киралық аңлашмасына уйғын келмейлер. Оның үшін тешкерув бұл жеттен да зияде жидди олacak. Ярын койде топлашув кечірілежек. Ерлі сакинлер ве пляжны кераға алғалар иштирак етежеклер. Топлашув девамында абаданлашув аңлашмалары музакире етілежек. Гүзел Мамбетова, Рамазан Аливапов, Миллет үшін Сақ районы. Қырым пайтақтында Ленина мейданы мекязлы шекелде тамир етіліп башланды. Ішлерінің фияты тахминен 110 миллион рублені тешкелете. Реконструкциядан сон Ахмежет меркезі мейданын көрініші насылы жағақында Сабина Дениева біле. Ахмежеттің меркезінде пайтақтың эсас мейданы реконструкция төлөві бойынша ишлер башланды. Ерлі Сакин Кристина Дешкович тамиратны қуаншын көзеті.
Біз мерkezде яшаймыз, чоқча ер олмасыны истередік, хусусан баланям кезмек үшін. Мен анды проект насыл япылғаныны көрдім, шашып қалдым. Бұ Ахмеджетмі? Дедім. Қырымда ве Ахмеджетте адамлар үшін бөле бош ерлер олғанына куванамыз. 13 бинге якын квадрат метр. Москва акмиеті тарафындан айырылған якын 110 миллион рубле. Құруджилар енді ескі плитканы сөктілер. Лекаға бинаен Қырым Назирлер Шурасы ве музыкаль театр арасында ратлық ерлері ве амфитеатр донатылажақ. Бұ ерді мүкефетлану тедбирлері, байрамлар, көрішівер кечежек. Евелке өсімлеклеріні сақлап қалмақтан ғайры, оларға яныларыны қошалажақ. Олар меркези елдан қочалаған ешіл қора вазифесіні бежережеклер. Буюк олмаса біле, енгіл зона олажақ. Яны чалылар, өсімлеклер, мейданның бутюнкенлігі бойында, мейданның бу тарафындан. Меркези мейданын эсас вазифесі эбелге кыбы қалам. Бұ ерді топлу тедбирлер кечерілежек. Кайд етмек істейм, бұл сене тамам абаданлаштырув кечіріле, яни капиталь тамират. Бұл толы шекілде реконструкция дегіл. Афсуски, біз қошма ішлеріні бежермеге, колемлеріні арттырмаға ве капиталь тамиратқа кірмеген чеші тедбірлеріні кечіріп оламаймыз. Мисал оларақ, мемарлар тарафындан теклиф етілген бір қач объект экспертизадан кечмеді. Бұ құруш адырван ве эвелері мейданда олған ичімлік чешмесі. Проект бойынша қаплама, кемер муендислік иншаатлар деніштірілежек. Бұ электрика ведигерлері, яни яны электрик қойылар пейда олажақ. Эвеллері театрның бош ағлары қолана еділер. Енді бұлар епсі топрақ ішінде сақланажақ. Муендис ағларыны қошмақ қолайлы олур. Бұ ерді яны гранит плиткасы олажақ. Енді сентябрь айында Қырым пайтақтың мұсафирлері, весакинлері яны онайтлы Зиманеви меркези мейданда кезініп ратлана білежеклер. Сабина Дениева, Дмитрий Низовой, Милет үшін. Ярмаданын немсе фашистлерінен құртарывының 77-жы елғының арфесінде Джумхури универсаль ilmi Иван Франко адына китапханеде Джумхури арби ватанперверлік конкурсының ватан қараманлары Қырым излері ғалиплерінің мүкафатладылар. Тедбірде Русия қараманлары мұсафыр олып едділер, кім ватанперверлік ярышта ғалибе қазанды Лиля Ислямованың малюматта. Иван Франко адына китапханеде 100-ден зияде талебе топланды. Олар Герои Отечества Крымский след адлы арби ватанпервер конкурсының финалистлердір. Олардан бірі тарихымызда из қалдырған ватанпервер инсанлар ақында малюмат азырлады. Алексей Антифеев 6 яшта. Вилор Чекмак ақында тариф етті. Яш олғанына бақмаздан Қырым аскерлерінің жесареті не қадар бұйық олғаныны анлай. О языcı olmağa isteyеді, ama cenk başladı ve onun arzuları gerçekleşmedi. Talebелер eycen ile нәтижелеріні беклейлер. Бізде 6 адам ғалибе қазанды. Ғалиплерден бірі Мұстафа Айвазов олды. Улы ватан женкінің иштиракчысы. Наиле Велиева ақында ғұрурнен чықышта бұлынды. Мен Наиле Велиева ақында малюмат азырладым. О Ақярда подпольщица еді. Өз қардашы Энвернен берабер улы ватан женкінде иштирак еттілер. Мен олар ақында яздым. Чүнки олар менің туғанларым. Мен оларнен ғурурланам. Конкурс ғалиплеріні тантаналы шекілде қырымлылар. Ватан қараманлары тағдірледілер. Олардан бірі Артем Катунькин. Яшлар бу мевзунен меракланғанларыны көреміз. Біз эджатларымызға миннетдар олмақ керекміз. Оларға теменна етеміз. Конкурсының əsas мақсады ватан перверлік тербесіне қотутмақтыр. Епсі іштиракчилер тешекүрнәмелерінен, ғалиплер ісе ярлықлар, китаплар ве медаллерінен тақдірленділер. Лилия Ислямова, Арсен Фукала, Милет үшін. Вақта памяти адлы региональ ватанперверлік лейха черчевесінде шерефлі қаравул жанкойынде авиаторлар абидесі оғындекі постқа тұрды. Шер мектеплілері бір-бірлері еріне майсының 9-ны алмаша жақлар. Тантанылық açылып тет бірінде мұхберіміз Дауд Чахалов бұлында. Жанкойде авиаторлар абидесі улы ватан женкі сенелері шейер азат еткен учучыларға бағышлана. Мемориаль тақтада 628 авиацион полкта қызмет еткен учучыларының адлары yazılı. Олар 44 сене майысының учунде душман авиациясының ұжымында әлі қолған еділер. Енді абиде яқшы қорчалана. Бірінші санлы постқа 6 санлы Жанкой гимназия мектебінің талебелері тұрдылар. Балаларны бұ абидеге ilk сефер тарих хожасы Владимир Кривошеев алып келді.
Олар бу хатыра вақтасында иштирак етерек, бу абиде аққында ершейіні білелер. Оны насыл ваққа мунасебеті иле тікледілер. Яни бу ал балаларға Улуу Ватан жеңкінің тарихыны аңламаға имкан бере. Не вақыт насыл етіп Қырым азат етілген еді. Вақта памяти адлы региональ ватан первеліклейха кечкен сене ғайрыдан тікленген еді. Евелги адет жойылғаны себебінден, енді эпсы муниципалитетлерде юнармейцлер шерефле қаравуллар олалар. Бу балалар үшін пек муим. Ве бізім реберлеріміз балаларнен мына бойле тербиеви ватанперверлік иш черчевесінде көрішмек үшін вақыт тапалар. Русия Девлет Думасының мебусы Михаил Шеремет реберлерден бірі. Бу тантаналы мерасимде иштирак етмек үшін тешриф буйырды. Фырсатнен файдаланып, чоқ сақ олыңыз дейім. Мектеплерде бізім өсеятқан неслімізнен ватанперверлік ішіні кечіргенлері үшін. Ветек апрелінің 8-ден майысының 12-сіне қадар, яни Қырым азат етілген ажайып күнлерде дегілді, бұтын ел девамында. Шеер Огдекі Ғалибе күніне азырланған вақыт генчлер вақтада тұрачақлар. Уч смена бірінде учер талибе, смена 20 даққа девам ете. Бу вазифеге тек ең яқшылар тайынлене. Даутчахалов, Максим Голубев, Миллет Ичун, Жанкой. Русияның қыта қысымда суықлар енді қайтайып башлаған вақыт, Қырымда енді желек мевсімі башланды. Пышкен желекні Бақчысарай районын Заланкой деген еріне желеп башладылар. Еміш насыл өстірілгені Акиме Сейдаметова біле. Белбек өзенінің сол тарафында Заланкой ерлеше. Тамам мында ерле теплицаларда желекнің премиум сайылған кілері чешіті асырала. Бу ерде бір қач чешіт өсе. Бірінші чешіт бу ері желеклер. Бірі 30 грамм хачы, екінші чешіт уфақча. Ама олар да әмдат, кейфиет жеттен қалышмай. Бұтын берекет мында татлы ве сувлы. Әнді 10 елдан берле фермаджылар бу ишнен оғрашалар. Қырым иклемі де оларға ярдым ете. Желекке сувуқ геже, весі жақ күн керек. Ақшам бұйық каньондан бізге сувуқ етіп келе. Ве бу теплицалардаки өсімлікке яқшы тесір ете. Оптималь микроклимат яратыла. Біраз шәлге чекілсек, вазиет енді башқа. Мақсулат экологик жеттен теміз. Фермаджылар химияны құланмайлар. Зарар кетіріжі ашаратлардан мақсус биосулнен қорчаланалар. Зарар кетірген қысартқылар бар. Біз есе башқа қысартқыларны қоланамыз. Олар біріншілерні ашайлар. Хасталықлардан да айны бойле құртуламыз. Біз мевсімде 5 кило желек ашамаға тевсие етем. О қанны яқшы темізлей. Желекні сентябрның сонында сачалар. Ән чоқ берекет майы сайында жиыла. Бір күнде 8 тоннаға желек жиыла. Мевсімде есе бұл 1 гектардан 30 тоннаға ете. Умумен муэсісіде 13,5 гектар ерде теплицалар ерлеше. Желекні тек елнен жиялар. Башта пластик контейнерге сон есе құтуға топлайлар. Бір күнде хадим 1,5 гектар сыраларыны кече. Хадимлер 2 сменада чалышалар. Саба 6-дан 11-ге ве ақшам сыжақ түшкен сон. Эвелері желек жиғанларыны ерламаға мечбур етейділер. Бойле вақыт олар аз жаша еділер. Мұна қопарасын, бақасын, оның бір ері зарарланмаған, ezilмеген, бұзыны құтуға теземіз. Екінші сорда өлчуге көрем, сон үшіншісі. Bundan son bütün mahsulat maxsus buzdolap kameralарға етіп бара. Желекнің ekseri қысмыны қытаға алып кетелер ве тек азы Қырымда сатыла. Қырымның кой хожалығы назирі Андрей Рюмшин берекетінің yüksek кейфиетіні қайдетті. Бүгін адамлар атта Краснодар, Ставропольеден келіп, бізден желек сатын алалар. Ве оны ұзақ шейір регионларға алып кетелер. Қырымда күнеш бірінші ола. Ве біздің мақсулатымыз әлбетте пек яқшы. Рақиплерге қаршы тұра біле. 2020 сенесі аграрийлер 150 тоннаға яқын желек жайдылар. Бұ сене есе бұ көлемні 5%-ға артырмаға ниетленелер. Акиме Сейдаметова, Алим Сейдалиев, Миллет Ичун, Бақчысарай районы. Шымдaki даққаға бұ қаберлерінің епседі кележек елімізді қачырманыз.